Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте ерекше печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл менің анамның рецептісі, балалық шағымның сүйікті дәмі. Қазір өзімнің балаларыма да осы рецептпен дайындаймын. Егер видео қызық болса, аяғына дейін тамашалап, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Печеньенің ингредиенттері өте қарапайым. Қажетті заттар 200 грамм қант, 3 жұмыртқа, 200 грамм ерітілген сары май, 550 грамм ұн және 1 чайный ложка разрыхлитель. Разрыхлительді ұнмен бірге қосамыз. Аталған ингредиенттердің барлығын біріктіріп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Ең алдымен ерітілген сары майымызға қантымызды салып араластырып аламыз. Сары май менде жаңадан оттан алынған, яғни әлі ыстық, сондықтан қантты осы ыстық сары майға салып ерітіп аламын. Қантты сіздер жұмыртқамен бірге араластырып көпіршік жасасаңыздар болады, немесе осылай мен секілді ыстықтау майға салып ерітсеңіздер болады. Майымыздың температурасы бөлме температурасына жеткен кезде ғана жұмыртқаны қосамыз, себебі ыстық майға қосылған жұмыртқа пісіп қалады, білесіздер. Және осы массаға ұнымызды саламыз, 1 чайный ложка разрыхлителімізбен бірге барлығын ситадан өткізіп, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмай, аз-аздан қосып қамыр илеңіздер, яғни қамырдың консистенциясына назар аударамыз бұл жерде. Себебі ұн әркімде әртүрлі құрамы әртүрлі болып келеді, және жұмыртқаның да көлемдері бірдей бола бермейді. Сондықтан ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейсіздер. Шамамен 500-550 грамм ұн қажет болады. Міне қараңыздар, жұмсақ қамыр иленеді осындай болып. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, барлық ингредиенттер біріксе болғаны. Және салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа тындырып қоясыздар. Жарты сағат өткеннен кейін холодильниктен қамырымызды алып, аз ғана ұн себе отырып жайып аламыз. Мен қамырды 2-ге бөліп жаямын, маған осылай ыңғайлы. Егер сіздерде подложка болса, сол подложканың үстіне жайсаңыздар, онда ұн себудің де қажеті жоқ. Шамамен 1-1,5 немесе 2 сантиметр толщинамен қамырымызды жайып аламыз, және печеньенің осындай формочкаларын қолдана отырып кесіп аламыз. Егер печеньенің арнайы формалары болмаса, онда қарапайым осындай стаканның көмегімен де кесіп алсаңыздар болады. Тек стаканның жиегіне назар аударыңыздар, жұқа стакандармен кескен абзал. Қамырыңызды қалыңдау етіп жайсаңыз, печенье жұмсақтау болады. Ал егерде жұқа қылып жаятын болсаңыз, онда хрустящий, сондай қытырлақ печеньелер пісіп шығады. Жаңа мен қыздар 2 бөлікке бөліп едім ғой қамырды, соның 2-ші бөлігін жайып, үстіне аз ғана қант сеуіп, оқтаумен басып, печеньеларды осындай вариантта да жасадым. Бұлай да өте дәмді, ерекше болып шығады. Бұрынғы печеньелардың дәмі ғой қыздар. Чаймен өте керемет болады. Және осы процесстерді балаларыңызбен бірге жасасаңыздар болады. Оларға да формаларды ұстатып қойып, осылай печеньеларды кескізіп бірге дайындасаңыздар, өте қызықты бір ойын түрінде оларға сондай ерекше әсер қалдырады. Магазиннің печеньеларын, күмәнді печеньеларын қымбат ақшаға сатып алып балаларға бергенше, осылай таза қолдарыңызбен, таза сары маймен, бисмиллахты айта отырып жасаған астарыңыз, әрбір астарыңыз отбасының кез келген мүшесіне сіңімді болады. Форманы орналастырып кескен кезде қамырға
бір-біріне жақын қылып кесіңіздер, себебі артық қамыр аз қалады сонда. Және артық қамырды қайтадан жайып, тағы да печеньеларды осылай дайындап шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырамыз және дайын болған кесіліп алынған печеньеларды қызған пешке салып, шамамен 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне артық қамырдың барлығын осылай қолданамыз. Барынша ысырап жасамай, тестаның барлығын печенье қылып жасап пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын. Менде шамамен 15-20 минуттың ішінде пісіп шықты. Газ енді пеш әркімде әртүрлі болғандықтан қызарғанынан назар аударыңыздар. Шамамен 15-25 минуттың аралығында пісіп шығады. Жылдам дайындалатын, жылдам желінетін печенье.